Саламатсыңдар ма балалар? Біздің келесі сабағымыз математика пәнінен. Сабақтың тақырыбы ақшаны ұсақтау деп аталады. Оқу мақсатымыз монеталарды, яғни 1 теңгелік, 2 теңгелік, 5 теңгелік, 10 теңгелік, 20 теңгелік тиындармен түрлі операцияларды орындау. Орынды бағытты заттардың арасындағы қашықтықты анықтайтын сандарды, заттарды, тауар бағаларын салыстыру кезінде қолданылатын ұғымды пайдалану. Сендер білетін боларсыңдар, есептесу кезінде монеталарды қалай пайдалану керек екендігін. Біз ірі монетаны ұсағырақ монеталарға ұсақтай аламыз. Мысал үшін, мінеки алдыларында 2 теңгелік, 5 теңгелік, 10 теңгелік монеталар тұр. 2 теңгелік монетаны қалай ұсақтасақ болады? Әрине 1 теңге мен 1 теңгенің қосындысынан. Ал 5 теңгелік монетаны 2 теңгелік, 2 теңгелік және 1 теңгелік қосындысы 5 теңге болады. Ал 10 теңгелікті 5 теңгелік, 5 теңгелік, 2 теңгелік, 2 теңгелік, 1 теңгелік қосындысы 10 теңге болады. Тағы да 10 теңгені қалай ұсақтай аламыз? 2 теңгеден 5-еуін қоссақ. Демек, 5 2 теңгеліктің қосындысы 10 теңге болады екен. Мінеки балалар, бағанағы айтылған монеталарды осылай ұсақтасақ болады екен. Біз ірі монетаны ұсақ монеталарға ұсақтап, сатып алған заттардың ақшасын тура төлей аламыз. Оны тура төлем жасау деп атаймыз. Мысал үшін, мына тұрған тәтті кәмпиттің бағасы неше теңге екен? 3 теңге екен. Ал мына балақайдың қолында қанша теңгесі бар? 5 теңгесі бар. Демек, ол кәмпитті сатып ала ма? Әрине ала алады. Ол үшін қолдағы 5 теңге қандай ұсақ монеталардан тұратынын анықтап алайық. 2 теңгелік, тағы да 2 теңгелік және 1 теңгеліктердің қосындысынан тұрады екен. Егер де ол кәмпитке 3 теңгені төлесе, мына балақайдың қолында тағы да қанша теңгесі қалады? Дұрыс айтасыңдар, 2 теңгесі қалады. Бұл есептің шешуін қалай таптық? Әрине, 5 теңгеден 3 теңгені азайттық. Сонда 2 теңге қалды. Тағы да, мына балақай чупа-чупс алғысы келіп тұр. Оның бағасы 13 теңге екен. Ал балақайда неше теңге бар екен? 20 теңге бар екен. Ала ма чупа-чупсты? Жете ме қолындағы ақшасы? Әрине, жетеді. Керек десең артылады да. Ал қанша теңгесі өзінде қалу керек? Дұрыс айтасыңдар. Қанша? 7 теңгесі қалады. Ал оны қалай таптыңдар? 20 теңгеден 13 теңгені азайттық. Сонда 7 теңге балақайдың өз қалтасына қайтадан қайтарылды. Қайтарылған теңгені балалар қайтарым деп атайды екенбіз. Жарайсыңдар. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударамыз. Мына балақайдың қолында 20 теңгеліктің 5-еуі бар екен. Ол қанша теңгесі бар деген сөз? 100 теңгесі бар деген сөз. Ал балмұздақтың құны неше теңге екен? 50 теңге. Балақай балмұздақты алуға ақшасы жете ме? Әрине жетеді. Керек десең, қайтарымы да болады. Ал дүкенші оған неше теңге қайтарып береді? Дұрыс айтасыңдар, 50 теңге. Немесе 100 теңгеге тағы да бір балмұздақ алуға бола ма? Әбден болады. Өйткені 50 теңге мен 50 теңгенің қосындысы 100 теңгені құрайды. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма. Дәптермен жұмыс әдеттегідей. Бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Монеталардың сомасын табыңдар. Ал екінші тапсырмада қажетті монеталарды ал. Балалар, сендер орындайтын тапсырманы мен бөлек дайындаймын. Ол тапсырманы сендер Classroom-дағы екінші файлдан ала аласыңдар.
Бүгінгі сабақ ұнаса, сен баспалдақтың жоғарғы жағында тұрсаң, бас бармағыңды көрсетсең болады. Ал егерде төменгі екі баспалдақтың біреуінен орын алсаң, онда оқасы жоқ. Келесі сабақтарға белсене қатысады деп ойлаймын.